кешегі сабақ балалар өйткені бізде қаншама қонақтар қатысып отыр. Сондықтан артық сөздің бәрін жоямыз. Балалар тақтаға қараймыз. Ол үшін біз осы уақытқа дейін немен қандай сөз таптарымен таныстық, соған кішкене көңіл бөлейік, иә? Бірінші топ бізде болсын, бізде қандай сөз таптарымен таныстық айтпақшы? Қолын көтереміз. Қолмен айтпаймыз, қолын көтереміз. Тағы да. Сосын етістік, сосын сын есім. Тамаша, олай болса бірінші тобымыз біздікі зат есім болсын, екінші тобымыз етістік боласындар бізде, үшінші топ сын есім боласындар. Жақсы ма? Ендеше балалар, қазір бірінші топ зат есім дегеніміз не? Оның сұрақтары. Мысалы келді. 1 минут берем дайындалыңдар қоймен. Етістік дегеніміз не? Сендер айтасыңдар. Қарайғанда сұрақтарға. Үшінші топ сын есім дегеніміз не? Оның сұрақтары мысал келтіруге дайындала қойды. Дайынбыз ба? Дайын болса қандай белгілі? Тез қолын көтереміз. Дайын болса не істейміз деп жақсы. Барлығымыз дайында? Жақсы. Сұрақ зат есім дегеніміз не? Тыңдаймыз, жауаптарына и бағалаймыз. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Қалған заттардың барлығына неге? Жақсы кім толықтырып, кім мысал келтіреді, кімге негелер? Мәдина? Жақсы. Неге мысал келтіріп отыр бересіз? Жақсы. Жақсы. Жақсы тағы да берміз не? Жақсы. Жақсы. Не? Бұздау жақсы. Тағы да. Неден? Не етсіңі? Бұл кісілердің жауаптарын бәрін сөзді қоямыз. Сондықтан да бәріне де бір-бір не қояйын. Ешкім тимейді, алдарында тұрады. Келістік, иә? Аламдықты бұл сендерге бір ұқпайын. Жақсы, екінші етістік тобы. Етістік дегеніміз не? Нұрм? Сұрақтары? Не істеді, не қылды, қайтты. Жақсы. Мысал келтіреміз. Не істеді? Тамаша. Не істеді? Жақсы. Не істеді? Тимейміз. Не істеді? Айта ғой білесің. Не істеді? Не істеді? Так, көмектесеміз Темірланға. Не істеді? Жазды. Береміз ба Темірланға? Береміз. Темірлан, бірақ келесі жолы жүрмеде ғой. Жақсы, қол шапалақтап қояйық балалар. Заттың сынын жырландырыңыз. Заттың сынын, түсін, дәмін, тағы да сондайларды. Не дейміз? Жақсы. Қабылдаймыз. Жерін білдіреді. Ендеше сын есім дегеніміз зарығында қайтылады. Дегеніміз не? Заттың есім дегеніміз ол заттың түрін білдіреді. Түрін, тағы түсін, дәмін, тағы да тиш, сынын, тағы да жақсы білдіреді. Қандай сұраққа жауап бересің? Қандай? Жақсы. Қандай? Қызыл. Қандай? Жасыл. Көк түсті ғана айтасыңдар. Дәм неге айтасыз? Қандай? Ащы. Қандай оқушы болады? Тәтті. Даже қандай оқушы болады? Жақсы. Қандай дедің? Әдемі.
Жақсы, сын қандай сын есімдермен жұмыс жасаймыз? Қандай сын есімдермен жаңа? Дара және күлі сын есімдер. Не істейсіңдер? Жұмыс істейміз. Қалай оқытыңдар? Қалай барлық орындалатын тапсырмаларың сендердің? Дара және күлі сын есім. Түсінікті ме? Сондықтан да дара сын есімді, күрделі есімде, сын есімді олар естиді екен балалар тыңдаңдар. Тағы да қосымша айтып кетейін. Дара сын есім бір сөзден болады. Тыңдап отырсыңдар ма менің оқиғамды? Ал күрделі екі сөзден одан да көп. Және қайтып жаңағы неден мағынаны табуға. Кішкене сын есімдерді қатыстырып сөйлеуге болсақ. Дұрыс айтасыңдар. Сендерге де үшін бар. Кәнеге оқимыз. Бірінші сөзі тез. Жазық дала. Екіншісін оқи ғой. Ал енді сен ала ғой. Шуылдамаймыз. Дұрыс қойдым. Не керекті саған? Оқи ғой. Әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала, жақсы бала, қуаныш, жаман бала, күйініш бала қалар. Осындағы сын есімдерін қайсы екен? Сын есімдерін қайсы? Қайсы? Әдепті. Сұрақ қойып. Қандай? Әдепті. Дара күрделі ме? Дара. Тамаша. Ары қарай. Келесі. Қандай бала? Әдепсіз. Сенмендір кәсін екен. Жақсы. Дара ма күрделі ме? Дара. Жаман. Болсында қақтаға шығып қорғай. Сен мұнаған өзінің жазып батыр. Так, сен жай отырма. Алмада. Осы алма қандай ауызша дайындалған? Жақсы ма? Алма қандай? Білеміз ғой, сын есім не істейді? Сын есім дегеніміз не? Заттың түсіп қалған сын есімдердің орнына тиісті сын есімдерді қойып, көшіп толы өлеңді толықтыр. Оқи қой. Бірінші түсі оның қызыл тай қызыл. Қызыл. Жақсы. Екінші түсі оның баудай. Қандай? Түсі оның қызғыл сары балдай. Келесін оқимыз. Үшінші оның сары қардай. Төртінші түсі оның жасыл жарасы. Бесінші түсі оның көгілді аспандай. Алтыншы түсі оның көк көлдің суындай. Жетінші түсі оның күлгі ормандай. Тексереміз. Бір жерде ғана қате. Бірінші түсі оның қызыл дұрыс. Екінші түсі қызыл сары дұрыс. Үшінші түсі оның сары дайдықты. Бізде қандай болу керек? Сап сары да бір қате. Төртінші түсі оның жасыл. Бесінші түсі оның көгілді. Алтыншы түсі оның көлдің суындай. Жетінші түсі оның күлгін орамалдай. Қалай істепті?
Алма қандай? Қара, алма қандай? Қандай? Үлкен, жақсы. Бола ма айтуға? Жақсы. Тағы да алма қандай? Өте емес. Өте жақсы. Тағы да алма қандай? Енді қарасайшы. Тыңдаймыз. Екінші түсі оның қызғылт сары балдай. Тыңдап отырсыңдар ма? Үшінші түсі оның сап сары тарғай. Төртінші түсі оның жасыл жапырақтай. Жапырақтың түсін білеміз ғой. Бесінші түсі оның аспанның түсі қандай? Көк аспандай. Алтыншы түсі оның көлдің түсі қандай? Көгілдір суындай. Жетінші түсі оның күлгін орамалдай. Осылай болды ғой. Енді мына жерге түсіп қалғанды тез-тез. Так, сендер қазір мына жерге дара, мына сөздердің ішінде дараға, күрделіні. Жасын жерге күрделі. Дара, ана сөздердің ішіне тез-тез дара және күрделі. Енді бейнефильмді тамашалау, үшінші жаққа берейік. Так, қазір бейнефильм болады. Бірінші топты тыңдаңдар. Өйткені Мадина мұқият. Жазық не болады? Алпыс үшінші жаққа берейік. Жазық. Бірінші топ. Мына сөздерді дараға дараны жазасыңдар. Күрделіні күрделіге саласыңдар. Түсінікті ме? Жазамыз. Фломастер бар ма? Жоқ па? Қазір мен фломастер болмаса дейін. Түсінікті ме? Мына сөздердің ішінде ақ қайда жатады? Дарама күрделіні. Одан кейін қара торы дарама күрделіні. Түсінікті ме? Тез-тез отырмай жұмыс істейміз. Кәнекей, көмектесіңдер. Екінші топ. Келесі ашамыз. Екінші топ. Кітапты ашамыз. Оқулықтарға бақсама. 63-ші жаттығу. Қараймыз. Тез-тез. 92-ші бетті. 92-ші бет. Тыныштан шығаш. Сөйлеміңіздер. 92-ші бет. 63-ші жаттығу. Табаңыз мұна. Жазық не болады? Сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкес келтіресіңдер. Анда сендерге сын есімдер берген, екінші бағанда зат есімдер берген. Жазық не болады? Түсінікті ме? Дәптерде жазамыз. Тез-тез. Не сөз? Сөйлемді қалай? Нәтижені. Қол көтереміз және қайында нұры. Сөйлемді оқытып қоямыз. Кәнекей, қалай? Қалай? Сырты. Сөйлемді кім бұл оқып қояды? Мадина, қойып көрші керекке, тыныш. Сырты қандай? Жасыл. Бұл қандай? Тәтір. Бұл қандай сын есім? Дарама күрделі ме? Жасыл дегеніміз. Жасыл дегеніміз. Дара. Мадина, сырты жасыл, ол дара. Ал енді қараңдар, қап-қапты.
жасыл, қатты, іші қызыл, тәп-тәтті. Ол көршілік. Енді екінші сөйлемді кәнеки Надина оқып қоя ғой. Келен нұрым, кәнеки. Іші қандай? Тамаша. Іші қандай? Қызыл. Қызыл. Бұл дара ма? Күрделі ме? Дара. Дара. Өйткені не? Бір сөз. Ал тағы да қандай? Тәп-тәтті. Бұл не болады сырым? Күрделі. Сыза бойында. Жақсы. Етісті қалай сылады екен? Жақсы етісті сөйлем қажет етірі? Сөйлемнің аяғында. Несін? Неге? Жақсы олар жасап алар етті қарағарай, қайсылар өтті. Енді мұнан тақтаға көңіл аудара қойыңдар. Мұн жақта екі қатарда екі бағандар сөзді қарайықшы. Бірінші бізде, бірінші қатарда торы, ажарлы, ұзын, жасыл, әдемі. Сұрақ қойық жоспарға? Әрине, Надина, қандай? Торы, қандай? Ажарлы, қандай? Ұзын, қандай? Жақсы. Ал енді екінші қатарға қарайық. Қандай? Торы, қандай? Ажарлы, қандай? 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 Ал енді салыстырыңдаршы. Айырмашылығы неде? Мына қатарда. Дұрыс айтамыз. Қандай, Надина? Біреуіміз не деп атаймыз? Бір сөзде болса. Дара. Және күрделі. Күрделі біздің өттік, иә, зат есімде күрделі. Апай, дара және күрделі. Дара ол бір сөз. Бір сөз. Екі, үш, жақсы. Біз етістіктен өткен болатынбыз да. Мысалға, жазды десе болады. Күрделі істеп ойындаршы. Жазды, ұшты. Зормен жауап бермейміз. Ұшы, бара. Неше сөз еттің? Ендеше бүгін біздің сабағымыздың жаңа тақырыбымыз аты үшінші неге жаза қойыңдар. Дара және күрделі сын есім. Дара. Тамаша, өздерің аштыңдар. Бүгін дара және күрделі. Үшінші неге жаза қойыңдар. Күрделі сын есім. Қатесіз көркем жаза қойыңдар үшінші жолға. Дара және күрделі сын есім. Сәлеметсіздер ме балалар? Олай болса балалар, кәнеки. Тақтада қарайық. Күлім қағып қонаққа, қолымызды соғайық. Қара тұрған көршіме, қолымды мен бұлғайық. Жылы жүзбенен, маңдайынан сипайық. Жылы сөзбенен, жүрегімді сыйлайық. Ыстық алақанымен, қолымды бір қысайық. Амандасып өзіңмен, құшақтап бір алайық. Олай болса балалар, қолдарында жүрек тұр, қарай қойдар балалар. Жүректің артында қандай сан тұр? Бір деген
мынаған бара қойды, бір деген. Кімде жүректе бір, мында. Кімде екі, екінші Заттарында. Кімде үш, мынаған бара. Заттарында. Сен үш. Дарынға менің өз жүрегімді бердім, иә, дарын. Думын ғой, сондықтан да сен үшке барамын. Апай, я свой. Ала қойды, қателер болдыр, тез отыра қойыңдар. Қап-қатты, іші қызыл тәп-тәпті. Так, жазамыз көркем жазуға. Жақсы қарғыс жұмбақ екенін біліп отырсыңдар, иә? Так, жаза қойыңдар. Сырты, жасыл, қап-қатты, мынаған қарай қойыңдар. Қайтесіз? Дәптеріміз көлбеу, арқамызды тік ұстайық. Оның бәрін өзім жинап аламын, қарайсың, кімнің